Шайды қалай таңдаймыз? Алдыңғы видеода шайдың пайдасы мен зияны және көк шай мен қара шайдың айырмашылығы жайлы айтқан болатынмын. Бүгін сол шайды қалай дұрыс таңдау керек, сол жайлы айтатын боламын. Сол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап отырыңыз. Сонымен шайды қалай таңдаймыз? Дұрыс таңдау жасау және қай шайды ішкен дұрыс екенін анықтау үшін екі сусынның да пайдалы қасиеттері мен зиянын талдап, жеке талғамға сүйену қажет. Көк шайды таңдар алдында мына нәрселерді білу қажет. Үлкен жапырақты, яғни крупнолистовой, бұл барлық көк шайлардың ішіндегі ең сапалысы, сақталуы 2 жылдан аспауы мүмкін. Дәмі бойынша жақсы шайды таңдау қиын болады, өйткені жасанды хош иістер шайға соншалықты тартымды хош иістер береді. Шай қай жерде өсірілгеніне назар аударыңыз. Ең пайдалысы Қытай мен Жапонияда жиналады. Тіпті сыртындағы упаковкасы да маңызды. Жақсы шай болса, ол целлофандағы упаковка емес, дұрысы фольга немесе пергамент упаковкасы. Ал қара шайды таңдағанда неге назар аударған дұрыс? Үлкен жапырақты шайға таңдау жасаңыз. Пакетте үгінділер мен сынған жапырақтар болмауы керек. Жапырақтардың хош иісі жарқын болуы керек, бірақ өткір емес. Себебі бұл жасанды хош иістердің қосылғанын көрсетеді. Ең жақсы қара шай Үндістанның, Жапонияның, Қытайдың және Шри-Ланканың биік таулы плантацияларында өсіріледі. Әрине, упаковкасына келсек, пергамент пен фольга пакетіне артықшылық беріңіз. Қалғанның бәрі сіздің талғамыңыз бен қалауыңызға байланысты. Қара шай мен көк шайдың пайдасы туралы пікір көп, бірақ екі сусында жалпы әл-ауқатты жақсартады, стрессті жеңілдетеді және токсиндерді кетіреді. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ем болсын!